Ерте тұратын келіндеріңіз ұйықтап қалыпты. Тұра сала терезеден қарасам, папа қорадағы малын өріске шығарып, өзі мал сойып жатыр екен. Шараға шек-қарын салып қойыпты. Шыға сала шек-қарын тазалауға кірістім. Сіздер ше шек-қарын тазалай аласыздар ма? Негізі мен де жарып тазалай алмаймын ше. Шек-қарынды тазалап болып, қайнатам екінші малды союға кірісті. Бұл шек-қарынның бәрін не істейді деп ойлап жатқан шығарсыздар, я? Жақсылап тазалап манты жасаймын. Шек-қарыннан манты ұнататындарыңыз бар ма? Ал маған шек-қарыннан жасалған манты ұнайды. Сиырларымды сауып, барлығын айдап жібердім. Азанғы шайымызды ішіп алдық та, қайнатам мен күйеуім шөпке кетті. Кеше жел тұрған еді, есік алдым шашылып кетіпті. Су сеуіп, тазалап сыпырдым. Қаладан студент қайным келген, достарымен жоңышқа жинаймыз деп, азанда сойған қойдың етімен дәмділеп қуырдақ жасадым. Шай тамақтарын ішіп болып, шөп артуға шықты. Барлығын жинап реттеп болғаным сол еді. Далаға шықсам, шөп оратын жерге саулатын сиырларымыз кіріп кетіпті. Сиырларды айдап бастауға суға келдік. Бастаудың суы қыста жылы, жазда мұздай болады. Ішшең шөлін қанады ғой шіркін. Негізі қойларға қарамаймын. Бүгін үйде ешкім болмаған соң қайтарып келдім. Баламның қолындағы ыдыс бос қайтты. Үйден шығарда қарамаппын. Бензиннің иісі шығып тұр екен. Ертең жоңышқа пресс жинаймыз деп айтқан еді балдармен. Қолым бос қой деп барлығын морозильникке жасап салдым. Кейде осылай дайындап қойсам өзіме оңай болады. Видео ұнаса лүпіл басуды ұмытпаңыз.